Оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ондық бөлшектерді көбейту және бөлу тақырыбы. Кезекте бізде келесі ондық бөлшектерді қалай көбейтеміз? Осы сұраққа жауап беретін болсақ, мысал келтіре кетейік. Бізде яғни 2,5 сан, 0,5 санына қалай көбейтеміз? Екеуі де бізде көріп отырғандарыңыздай ондық бөлшек. Бұл жерде қарапайым баған түрінде 25 сан 5 санына көбейткен сияқты бірінші көбейтіп алатын боламыз. Яғни 5-ті 5-ке көбейтеміз 25, 5-ін жазамыз, 2-сі ойда. 5-ті 2-ге көбейтеміз 10, ойдағы 2 мен 12. Келесі кезекте, яғни бұл жерде бізде 25 шықты. Келесі кезекте дәл осылай 0 санын 2 санға көбейтетін боламыз. Бұл жерде бізде 0 санын 2 санға көбейткенде 0 саны болады. Сонда бізде мәніміз 125 болады. Келесі кезекте үтірді қалай айырамыз деген сұрақ. Бізде яғни 2 санымызға қарап отырып, бөлшек бөліктері неше сан болады? 1 сан, 2 сан. Яғни бұл жерде көріп отырғандарыңыздай біздер артынан бастап 2 рет үтірді жылжытатын боламыз. Яғни бізде бұл жерде сонда 1,125 саны шығады. Келесі кезекте бізде ондық бөлшектерді қалай бөлеміз? Бұл жерде біздер мысал келтіретін болсақ, 3,155 сан 0,15 санына көбейткен уақытта бізде бірінші 3 тұр. 3 саны 5-ке жетпегендіктен біздер 35 санын алатын боламыз. 35 шығады. 35-ті азайтамыз, сонда бізде 0 болады. Келесі, яғни 5-ті түсіретін боламыз. 5-ке бұл жерде 1-ден береміз, сол кезде 5 болады, бұнда мәні 0 болады. Енді үтірді қалай ажыратамыз деген сұрақ. Бұл жерде де үтірді бізде мына бірінші санда бөлшегі 2 сан болғандықтан 2 рет алдыға қарай жылжытамыз. Ал келесі екінші санымызға қарап отырып, бізде үтірден кейін 1 сан, сондықтан оны 1 сан кері артқа жылжытамыз. Сол кезде бұның мәні бізде үтір 7-ден кейін қойылатын болады. Мәні 7,1 болады.